Қыздар, бүгін сіздермен қайнатпалы қамырдың ең оңай, ең сәтті болып шығатын рецептісімен бөлісемін. Дәл осы қамырдан дамские пальчики, карпатка торттарын, эклеры, профитроли секілді тәттілерді дайындауға болады. Жасалу жолының барлық құпияларын білу үшін бейнені соңына дейін қараңыз. Ол үшін бізге ең алдымен осындай ыдыс қажет болады. Ыдысымызды газға қойып, ішіне сары майымызды саламыз және оның үстіне суды құямыз. Су менен майымыз жақсылап қайнап, ішіндегі майымыз еруі керек. Шамамен 5 минуттан кейін біздің майымыз толықтай еріп, суымыз қайнай бастайды. Осы кезде дәміне қарай шым-шым тұз салып, тағы да кішкене араластырып жібереміз. Осы қайнап жатқан массамыздың үстіне електен өткізілген ұнды салып, бірден барлығын жақсылап, үздіксіз араластырамыз. Ұнымыздың түйіршіктерінің барлығы кетуі керек және араластыруды тоқтатпауымыз қажет. Ұнды салмас бұрын газды орташа отқа қойып, содан соң барып ұнды саламыз және бірнеше минут араластырғаннан кейін біздің қамырымыз осылай жинақтала бастайды. Дайын болғанын осындай кастрюлеміздің астында белый налет пайда болған кезде біздің қамырымыз дайын болып есептеледі. Енді дайын қамырымызды алып, оны газдан түсіреміз және осылай үнемі араластыру арқылы оны суытамыз. Немесе ыдысты ауыстырып, басқа суық ыдысқа салсаңыздар болады. Қамырдың суығанын осылай қолымызды қамырға батыру арқылы білеміз. Қолымыз күймеген жағдайда біздің қамырымыз дайын болғанын білдіреді. Енді жұмыртқаны салып, осылай араластырамыз. Барлық жұмыртқаны бірден салуға болмайды. Осылай бір-бірден ғана саламыз. Қамырымыз осылай кішкене араласқан уақытта екінші жұмыртқаны саламыз және тағы да жақсылап араластырамыз. Негізі қайнатпалы қамырды дайындап жатқан кезде сізге нақты қанша жұмыртқа кететінін ешкім айта алмайды. Сол себептен қамырдың консистенциясына қарай біздің қамырымызға жеткілікті жұмыртқаны анықтауға болады. Міне екінші жұмыртқаны салып болдық. Енді үшінші жұмыртқаны салып, тағы да араластырамыз. Біздің қамырымыздың консистенциясы бейнеде көрсетілгендей болуы қажет. Жұмыртқаны салғаннан кейін міне кішкене болса да қамырымыз араласып, енді осы кезде төртінші жұмыртқаны саламыз. Барлығын тағы да жақсылап араластырамыз. Жұмыртқаны қамырға салғаннан кейін ол осылай іртік-іртік болып араласады. Оған мән бермейміз. Тағы да қамырды араластыруды жалғастырамыз. Міне осылай қамырымыздың консистенциясы өзгере бастады. Енді соңғы 5-ші жұмыртқаға келген кезде оны бірден салмаймыз. Осылай араластырып, тек қана жартысын ғана саламыз. Осылай қамырды тағы да араластырып, консистенциясын бақылаймыз. Егер консистенциясы осындай кішкене қасықты көтерген кезде ағып тұрған болса, онда сіздердің қамырларыңыз дайын болды дегенді білдіреді. Енді осы қамырымызды кондитерлік мешокқа насадканы салып, осының ішіне орналастырамыз. Ол үшін мен осындай банканы қолданамын. Оны ішіне орналастырып, салған кезде өте ыңғайлы болады. Қамырымызды ағып төгіліп кетуден сақтайды. Өте ыңғайлы лайфхактардың бірі. Сіздер де дәл осылай қолданып көрсеңіздер болады. Қамырымыз кішкене тола бастаған уақытта кондитерлік мешокты кішкене көтеріп, тағы да орын босатып аламыз. Негізінде бұл қамырды қасықтың көмегімен де салып шығуға болады. Бірақ маған осылай кондитерлік мешокты пайдаланған ыңғайлы болғандықтан мен оны жиі пайдаланамын. Сол себептен егер сіздерде кондитерлік мешок болмаса, онда қасықтың көмегімен де осылай пергамент қағазының үстіне орналастырсақ болады. Дайындап жатқан тәттіңізге байланысты орналастыру жолын өзіңіз қарастырсаңыз болады. Мысалы, мен дамские пальчики тортын дайындау үшін осылай ұзынша етіп барлық қамырымды орналастырып шығамын. Осы кезде пешімізді қатты етіп қыздырып қоюымыз қажет. Әркімде пеш әртүрлі болғандықтан оның пісіру уақытын және градусын өзіңіздің пешіңізге қарай тағайындағандарыңыз жақсы. Егер қамырларыңыз осылай менікі сияқты кішкене ағылып төгіліп кеткен болса, қасықтың көмегімен оңай алып тастауға болады. Дайын болған эклерімізді шамамен 170-190 градус аралығында қатты етіп қыздырылған пеште шамамен 20-25 минуттай пісіреміз. Олар күйіп кетпеу үшін арасында осылай ашып қарап отыруымыз қажет. Эклеріміз осылай сарғайып қоңырланған кезде пешімізді өшіреміз. Әркімде пеш әртүрлі болғандықтан пісіру уақытын өздеріңіздің пештеріңізге қарай тағайындаңыздар.
Дәл осы рецептпен дайындаған эклеріміз піскеннен кейін басылып қалмай, өзінің формасын өте жақсы ұстайды, дәмі өте керемет болып шығады. Бұл эклерлермен кез келген крем өте керемет үйлеседі. Бұл бейне сіздерге ұнап, пайдалы болса, каналды қолдау мақсатында лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Каналға тіркелмеген болсаңыздар, жаңа бейнелерді жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп алыңыздар. Сіздермен бірге болған гүлім, астарыңыз дәмді болсын.